Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай шаймен ішкенге керемет муравейниктер дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Арнама тіркеліп, подписка жасап, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Видеомды толықтай қараңыздар. Ең алдымен қажетті заттар ол ұн, вареный сгущенка, жұмыртқа, сары май, қант және қопсытқыш қажет болады. Құрғақ заттарымызды бірінші араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне қант ұнтағын салдым. Сіздер қант сала берсеңіздер болады. Оның үстіне разрыхителімізді саламыз. Жақсылап араластырып аламыз барлығын. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кеттім. Сол жерден көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Үстіне сары майымызды саламыз. Жақсылап қолымыздың көмегіменен араластырып крошка жасайтын боламыз. Міне крошкаларымыз осылай дайын болып шықты. Енді осы дайын крошкамыздың үстіне алдын ала дайындап қойған жұмыртқамызды салып, қолымыздың екеуімен араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырларымыз осылай кішкене қаттылау болып келеді. Міне дайын болды. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникке салып қойыңыздар жарты сағаттай, сонда қатып әдемі болады. Міне жарты сағат уақыт өтті. Енді ет тартқышымыздың көмегіменен майдалап осылай өткізіп аламыз. Немесе сіздер терканың көмегіменен қатты қамырларыңызды өткізіп алсаңыздар бола береді. Міне барлығын өткізіп алдым. Духовкамызды қыздырып қоямыз 200 градусқа. Қызып тұрған духовкаға салып 25 минут пісіріп аламыз. Барлығы пісіп шықты. Жақсылап суытып аласыздар. Барлығы суып болғаннан кейін осылай қолдың көмегіменен жақсылап майдалап аламыз. Барлығын бір келке етіп майдалап аламыз. Достар, менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны міндетті түрде басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Осы майдалап алған тесталарымыздың үстіне енді вареный сгущенкамызды құйып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Міне осындай болып шығады. Муравейниктеріміз дайын болды. Енді стакан формаларға саламыз. Стаканымызды міндетті түрде жылы суға салып отырасыздар. Сонда жабыспайтын болады. Формасын жақсы ұстап шығатын болады. Не толтырып саласыздар. Қаттырек басып жіберіңіздер. Сонда толықтай формасы шығатын болады. Тақтайшаға немесе тарелкаға бір шетін ғана қисайтсаңыздар, бір-екі ұрғылап жерсеңіздер, жақсылап түсетін болады. Әдемілік үшін осындай әдемі қағаздарға қойып шықтым. Табіреуін көрсетіп жіберейін. Толтырып салып аласыздар. Бір-екі ұрғылап жересіздер. Стакандарыңызды міндетті түрде жылы сумен сулап отырыңыздар. Осыменен дайын болды. Сіздерге де ас болсын. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп кетіңіздер. Егер видео ұнап жатса, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Және ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.